Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің кезекті қонақтарымыз Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қызметкері Әйгерім Жасанова және де Жас қаламгерлер клубының мүшесі Жанерке Жанкеева. Құрметті қыздар, қош келдіңіздер, ханымдар. Ең бірінші осы сұрақты Фариза Оңғарсыновадан бастайық. Сіздер алда келе жатқан осы поэзия кеші туралы толығырақ айта кетсеңіз. Жалпы рахмет. Осы біздер Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында түрлі поэзия кеші, әдеби кештер өтіп тұрады. Алдағы уақытта, яғни 28 наурыз күні сағат 5-те осы Фариза Оңғарсынованың 85 жылдығына орай осы жастардың қатысуымен және де ақындардың, мұғалімдердің қатысуымен поэзия падишасы деген тақырыпта осы поэзия кеші өткелі отыр. Жалпы Фариза Оңғарсынова ол белгілі ақын, көпшілікке танымал, халық жазушысы және сонымен қатар Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреатын алған. Жалпы кітапханамыздың қорында осы Фаризаның кітаптары сақтаулы тұр. Жалпы шараны өткізудегі мақсат қандай сіздерде? Шараны өткізудегі мақсатымыз біздер жалпы осы поэзия кеші, әдеби кештерді жастар мен осы әдеби тұлғалардың арасындағы байланысты арттыру, жастарды деген поэзияға, әдебиетке деген құлшынысын арттыру және де кітап оқуға шақыру деген мақсатта осындай шараларды өткізіп тұрамыз. Оның ішінде осы Фариза Оңғарсыноваға арналған поэзия кешіміз ерекше деңгейде өтеді деген ойдамыз. Керемет. Ал поэзия падишасы кешінің кітап көрмесі туралы сөйлессек, ол қандай көрме, оның да мақсаты қандай, кімдер қатысады? Кітап көрмесі Фариза Оңғарсыноваға арналған жалпы поэзия падишасы деген кітап көрмесін ұйымдастырғалы жатырмыз. Жаңа айтып өткендей, кітап біздің осы абонемент бөлімі бірнеше кітап қорын жинақталған, сақталған. Солардың осы бір бөлігінде Фариза Оңғарсынованың кітаптары сақтаулы тұр. Оның ішінде міне сіздерге арнайы алып келдік. Дауа, менің махаббатым, сөз сыры, мен саған ғашық емес едім деген секілді өлеңдер жинақтары және сонымен қатар соңғы шыққан 2015-2016 жылдар аралығында Фариза Оңғарсынованың толық шығармалар жинағы жарық көрді. 12 томдық. Соны да оқырмандарға насихаттау көзделген. Бұйырса, кітап көрмесін солай ұйымдастырып жатырмыз. Жақсы. Ал поэзия кешінің қонақтары кімдер болмақ? Поэзия кешінің қонақтары осы белгілі өлкемізге белгілі ақындар және жастар. Оның ішінде атап өтсек, Балагүл Бакеева ақын және Гүлжахан Төреханова кітап шыққан болатын Жауқазын сериясымен. Және сонымен қатар Құндыз Жұбаева деген ақынымыз. Ол кісі осы поэзия падишасы Фариза Оңғарсыноваға арнайы қонақ ретінде шақырып жатырмыз. Ол кісілердің де арнайы шығарған арна өлеңдері бар екен. Бұйырса оқырмандарға, көрермендерге солармен бөліспек. Және де жастардан Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің жаңа құрылған Жас қаламгер деген әдеби клуб бар екен. Сол клуб мүшелері бұйырса қатысқалы отыр. Солардың бірі осы Жанерке, клуб мүшесі. Жанерке, сізге енді сұрақ қояйын, жалпы осы кітапханамен сіздердің байланыстарыңыз қандай? Жалпы қандай шараларға қатысасыздар? Жалпы Ақтөбе өңірлік университетінің, Құдайберген Жұбанов атындағы университетінің Жас қаламгерлер студенттік клубы биыл біздің құрылғанымызға 5 жыл болды. Ол клубы осы Сақтаған Байышев атындағы кітапханамен және Сағи Жиенбаев атындағы кітапханалармен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Атап айтатын болсақ, енді бұйырса ертеңгі Фаризаның кешіне барғалы жатырмыз. Оның алдында жанымның бір бөлшегі деген поэзия кеші сол кітапханада өткен болатын. Және Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған поэзия кеші сол Сақтаған Байышев атындағы кітапханада өткен болатын. Жалпы бұйырса дайындығымыз жаман емес, ертең күн жақсы өтеді деген ойдамыз. Сәттілік тілейміз, керемет. Енді сізге келесі сұрақ. Жоқтағы айтып қосып жіберейін. Жаңағы жастар қатысады дедім ғой, Жұбановтан қатысады. Сонымен қатар Ақтөбе осы гуманитарлық колледж Ақтөбе өңірінде ең алғаш ашылған оқу орны екен. Соның студенттері де қатысқалы отыр. Арнайы студенттер дайындалып жатыр. Ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқу солардың ойында яғни тығыз байланыстамыз. Және гуманитарный колледж, осы жас қаламгер клуб мүшелері бар.
жалпы осылар. Оқушылармен мысалы сіздер байланыс жасайсыздар ма? Оқушылармен? Мысалы поэзиядан бөлек ше өздеріңіз кітапханада. Жалпы кітапхана, ол біздің оқырмандарымыз енді әр зейнеткер, студенттер, оқушылар деп бөлінеді ғой. Әрқайсымен біздер енді тығыз байланыс жасауға тырысамыз. Кітапханаға келетін әрбір оқырман біздің осы шараларымызға қатысып, біздер арнайы кітапхана инстаграмы бар. Әлеуметтік желіге афишаны алдын ала жариялаймыз. Сол афиша арқылы оқырмандар, көрермендер келуге болады. Керемет. Енді келесі сұрақ Фариза Оңғарсынованың шығармаларының тарихы туралы тоқталсақ. Шығармалардың тарихы керемет. Жалпы Фариза Оңғарсынованың көптеген поэзиялары белгілі бір тұлғаларға арнап шығарған екен. Бізде осы шараны өткізетін кезде арнайы әр тұлғаның шығармашылығымен танысып, алдын ала мәліметтер қарастырамыз. Яғни белгілі тұлғалар, оның ішінде Ақан Серіге арнап шығарған, және осы ақтөбелік Алия мен Мәншүкке арнап «Тыңдаңдар, тірі адамдар» деген поэма жазған екен. Және сонымен қатар Ғазиза Жұбановқа арнап, және де еңбек адамы Кәмшат Дөненбаеваға арнап, және басқа да белгілі тұлғаларға арнап поэмалар көптеген жазған екен. Олардың толық шығармалар жинағы осы жаңағы айтып өткенде 2015-2016 жылы 12 томдық болып шыққан. Соны сіздерге оқуға ұсынамыз. Рахмет, берсі оқимыз. Енді шығармаларының көбісі қандай тақырыпқа бағытталған? Мысалы, махаббат, достық, табиғат, қалай айтамыз? Жалпы поэзия жанры негізі нәзік сезімді қозғайды, көбіне бәріміз білеміз. Жалпы Фаризаға келген кезде көптеген ақын жазушыларымыз, көптеген қайраткерлеріміз өзіндік пікірлерін қалдырған екен. Оның ішінде Ғабит Мүсірепов, Абділда Тәжібаевтың бір керемет пікірлерін кітап оқысаңыздар көруге болады, білуге болады. Және де Мұқатаевты білесіздер, сөзін өлең жазды, Фариза жан деп. Ол сол Мұқатаевтың сөзіне жазылған ән қазіргі кезде танымал, орындалып келеді. Жалпы сол. Енді Фариза Оңғарсыноваға арнау шығарған жазушылар, ақындар кімдерді айта аламыз оларға? Жазушы ақындар жаңағы айтып өткенде Мұқатаев деген, Мұқали Мұқатаевтың Фариза жан деген әнін осы өнер адамдарынан Роза Әлқожаны білесіздер, танымал. Сол кісінің орындауында орындалып келеді, сондай керемет танымал ән. Және де арнау өлеңдерді осы біздің бүгін ертеңгі болатын шарамыздың құрметті қонақтары да арнау өлеңдерін бұйырса алып келіп оқуға ұсынады. Келсеңіздер, тыңдасаңыздар болады. Керемет. Енді кітапхана туралы бір мындай сұрақ қойсам, өзіңізге пікіріңізге байланысты. Қазіргі кезде біз айта аламыз ба, жастар көп кітап оқиды деп, көп келеді, немесе олардың қызығушылығын арттыруға қандай қолымыздан не келеді біздің? Қазіргі кезде көп адам айтады ғой, жастар кітап оқымайды қазір. Әлеуметтік желі дамыды, Инстаграм, ТикТок деген секілді. Бірақ біздер өйтіп кесіп айта алмаймыз, өйткені кітапханаға оқырман келмейді, жастар келмейді деген ол қате пікір. Біздің келетін тұрақты оқырмандарымыз бар, студенттеріміз бар. Негізі әр адамның өзінің қызығатын жанры болады екен. Бірі фантастика, бірі жаңағы детектив жанры, поэзия, проза деген секілді. Әркім өзінің жанрын іздеу арқылы сол әр қарай алып кетіп, ізденіп, сөйтіп оқитын оқырмандарымыз көпшілік бар. Негізі байқап жатқанымыздай, зейнеткерлер де көп оқиды екен кітапты, солай айта аласыздар ма сіздер? Зейнеткерлер, біздің оқырмандардан, зейнеткерлер де біраз келеді. Ол кісілер өздерінің үйінде жатқан кітаптарын бізге алып келеді. Сөйтіп кітапханаға буккроссинг деген арнайы бізде бөлім бар. Сол бөлімге жаңағы кітаптарыңызды тапсырып үйде жатқан, оның орнына басқа кітап алсаңыздар, солай кітап алмасуға болады. Зейнеткерлер солай жасап жатады көбіне. Яғни қазіргі кезде біз кітапханаға келетін жастар аз деп айта алмаймыз дейміз. Аз деп айта алмаймыз. Өйстіп шараларға қатысып тұрады, Жанерке секілді, және жас қаламгер мүшелер секілді жастарымыз. Керемет. Енді біз Жанерке сізден бір поэзия сұраймыз ба? Жақсы. Фариза Оңғарсынова негізі бір сыршыл ақын ғой, нәзік сезімге берілген сондай поэзиялары өте бір тым нәзік арнада жазылған. Фариза Оңғарсынованың «Мен саған ғашық емесем» деген өлеңін оқып берсем. Мен саған ғашық емесем,
Сен үшін сонау алыстардағы елесем. Осынша мені арман қып келдің неге сен? Сыртыңнан сүйіп жүретінімді сезуші едің ғой демесең, мен саған ғашық емесем. Бас иген талай бос балаларға пандана, асқақтау басып, бақытты болдым. Сонда да жан жүрегіңді толтырар бір жан жетпей жүрді ғой демесең, мен саған ғашық емесем. Бір дауыл сәттің соғарын сезіп жүрген мен, сен екеніңді білген бем. Әйтеуір жаным, бұл күнде менсіз жүре алмайсың ғой демесең, мен саған ғашық емесем. Мен саған ғашық емесем. Ой, керемет. Бәріміз де өмірге ғашық болайық дейік. Бірінші көрермендерге осы өмірге ғашық болыңыздар, адамдарға ғашық болыңыздар. Енді сіздерге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды осылай бөліп келгендеріңіз үшін. Алдағы болып жатқан поэзия кеші жақсы деңгейде өтсін, көрермендеріңіз көп болсын деген осындай әдемі бір нотада сұхбатымызды аяқтайық. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Рахмет, бәріңізді осы шараға шақырамыз.